Утилизацияны алып тастағаннан кейін арзандау керек қой енді көп. Сіз арзандайды деп ойлайсыз ғой? Арзандайды, иә. Обязательно. Ескі машиналар. Қасым жоқ политикаға. Хабарымда жоқ. Мүмкін арзандайды, мүмкін қымбатайды, белгісіз деп бір емес. Ол үшінші темірдің бағасын арзандату керек. Темірдің бағасы арзандаған кезде көлік арзандайды деген сіздің ойыңыз ғой. Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі, қазақ жұрты. Араға көптеген уақыттар салып, мінекей біз қайта жұмысымызды жалғастыруға бел буып отырмыз. Бүгін өздеріңізге белгілі қаңтардағы қанды оқиға баршамыздың жүрегімізді қынжылтты. Содан кейін міне өз жұмысымызды бастауға бүгін Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базарына табан тіреп отырмыз. Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базары аптаның сәрсенбісінде және жексенбісінде өз жұмысын жасайды. Бүгін 19 қаңтар 2021 жыл. Өздеріңізге белгілі бүгін ауа райы қолайсыз күйде жаңбыр жауып жатыр. Сондықтан бастырманың астындағы көліктерді бүгін сіздерге ұсынатын боламыз. Көптеген сұрақтар туындап жатыр. Халық арасында утил сборды алып тастады. Алдағы уақытта көлік арзандай ма, немесе сол күйінде қымбаттай түсе ма деген сұрақтар туындап жатыр. Адамдардың арасында осы сұраққа да жауап іздеп көретін боламыз. Және Түркістан қаласындағы бүгін Алтынбұлақ автокөлік базарындағы көліктің бағасын сіздерге назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бүгінгі көрсетілімге өз бағаларыңызды беріңіздер ағайындар. Біз жұмысымызды бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз Түркістан қаласында автокөлік базарын түсіруге бел буып отырмыз. Міне бірінші көлігіміз Volkswagen Passat автокөлігі B5 типтегі көліктердің бірі универсал шанағы. Объемы 1.8 ба? 1.8 труба. 1.8 екен. Беріліс қорабығында автомат? Автомат па? Ішін көруге болады ғой? Ішін көрсетіп кетейік. Міне беріліс қорабы автомат екен. Кондиционер бар ма? Бар. Кондиционер бәрі бар. Кнопкалары, терезе көтергіштері кнопкамен екен. Артқы багаж бөлігі отбасы көлікке арналған жақсы көліктен бірі. Салоны міне былғар екен, былғар салон. Жағдайы көрінісі тамаша, міне доңғалағы, міне қысқы доңғалақ. Жазғы доңғалағы бар ма? Бар. Жазғысы бар. Жөндеу жұмыстарын қажет етпейді ғой? Жоқ. Бәрі жақсы. Бәрі идеальный. Енді мына 1.8 объем, я? 1.8 труба. Труба, я? Бағасы 3 миллион теңгеге бағаланып тұр, келісім бағасы бар. Ұялы телефонды айтып жіберсеңіз? 8-778 8-778 681 681 57-54 57-54 қыссаңыздар осы ұялы телефонға хабарласуға болады ағайындар. Утил сбор алып тастады деп жатыр. Енді алдағы уақытта көлік арзандай ма, қымбат, сол қымбат күйінде қала ма, сіз өз ойыңызды айтып жіберсеңіз? Утилизацияны алып тастағаннан кейін арзандау керек қой енді көлік. Сіз арзандайды деп ойлайсыз ғой? Арзандайды, обязательно. Ескі машиналар жүреді. ВАЗ автокөлігі, мінекей 2106 автокөлігі сатылып жатыр. Мінекей салоны өте керемет. Керемет емес, өте керемет салоны міне. Былғары. Мінекей өзінің тума панелі десек те болады. Ресейлік тіркеудегі 85 жылы шығарылған көлік. Ресейлік тіркеуде бағасы нешеде бар? 1 миллион 100 мыңға бағаланып тұр. Жүрген шақырылымы қандай? 19-20 мың көлемінде шақырылым жүрілген дейді. Міне таза. Көп жүрілмеген ағайындар. Жағдай өте керемет. Бағасын жаңа көрдіңіздер. Енді ұялы телефон қыссаңыздар. Қалдырып кетейік ұялы телефон айтып. 775 592 592 44 ұялы телефонда хабарлассаңыздар болады. Осы ұялы телефон арқылы қалған мәліметті ала аласыздар. Мінекей ресейлік тіркеудегі ВАЗ 2106 автокөлігі. Түркістан ежелден келе жатқан жаһанға мәшһүр қала. Орталық Азиядағы ең көне шаһар әрі түркі әлемінің рухани астанасы. Сонымен қатар бұл қаланы жергілікті жұрт Жигулилер қаласы деп те атайды екен. Өйткені кез келген көшеден ескі маркалы осы көлікті көруге болады.
Келесі көлік ВАЗ автокөлігі 2106 автокөлігі міне сатылымға шыққан екен. Түсіріп жіберейік. 2000 жылы шығарылған дейді. Жағдайы жақсы. Шанағын бір тексеріп кетейік. Шанағында аса бір қатты ұрылған жер жоқ. Дегенмен сызылған жөндеу жұмыстарын қажет ететін тұстары бар екен. Егесіз ғой? Бағасы неше деп отырсыз? 800 мың теңгеге бағаланып тұр. Саудасы бар ғой негізі? Иә, бар. Саудасы бар дейді. Ұялы айтып берсеңіз телефон. 777 877 220 220 1946. Қалған мәліметтерді сұрайтын болсаңыздар, осы ұялы телефонға хабарласуға болады ағайындар. Саудасы бар. Иә, утилизборд мейлі 60-таған меншік қазір қараңыз. Жеп ішетін ұныңыз, майыңыз, тұзыңыз бәрі түсіп отқан жоқ қой, бағасы, дұрыс па? Айлық күніне қосылып қойды. Темірдің бағасы шал. Темірдің бағасы. Темірден жасаймыз мысалы. Иә. Магний бар, қазір айтып отыр, жартылай өткізгіш микросхемалар жоқ, дефицит машинаға да. Қымбаттамайды машина, бірақ сол бағада қалу мүмкін. Көтерілмейді да, жаңа жылдан кейін баға өсім болмайды. Иә. Бірақ бағасы түспейді деген сіздің ойыңыз. Иә. Дұрыс, рахмет жауабыңыз. 2800 пробег, 2021 жылы шыққан Кобальт автокөлігі. Түсі ақ керемет екен. Ешқандай мін таға алмайтын көлік. Бүгінгі базарда сатылымға шығып жатыр ағайындар. Chevrolet Cobalt автокөлігі. Адамдар көріп жатыр. Салоны таза өте. Жалпы жаңа көлік. Автомат. Бағасы неше деп отырсыз? 7,5 сұрап жатыр. 7,5 миллион теңге саудасы бар. Ұялы телефон айтып жүрсеңіз. 877 877 532 77 13 мінекей ұялы телефон сұрадық ағайындар. Қызықсаңыздар осы ұялы телефонға хабарласуға болады 6 шақа ағайындар үшін. Рахмет саудаңызға. Келесі автокөлік Mercedes. Қазақстандық тіркеудегі көлік 1988 жылы шығарылған дейді. Дискісі титановый, доңғалақтар титановый екен. Адамдар келіп көріп жатыр. Қызығушылық танытып жатқан адамдар да бар. Қозғалтқыш күші. Объемы қандай? 2-де 2 екен қозғалтқыш күші. Беріліс қорабы автомат. Кондиционер бар ма? Кондиционер жоқ. Неше деп отырсыз бағасы? 1.500.000 деп жатыр, саудасы бар. Ұялы телефон айтып кетейік. 877 603 0404. Міне, қызсаңыздар осы ұятуға болады ағайындар. Келесі көлік Volkswagen Passat автокөлігі. Міне, шаруа көліктерінің бірі. Әрине шанақ бөліктерінде жұмыстар қажет етеді. Доңғалағы қысқы екен. Қазақстандық тіркеудегі көлік. Салоны енді көргендеріңізде шаруа. Механика екен беріліс қорабы. Объемы қандай? 1-де 8 қозғалтқыш күші. Неше деп отырсыз бағасы? 850 мың теңге. Саудасы бар, е? Саудасы бар дейді. Ұялы телефон айтып жүрсеңіз? 875 231 6306. 6306. Осы ұялы телефонға хабарласуыңызға болады. Осы көлікке қызықсаңыздар. Рахмет саудаңызға. Келесі Қазақстан тіркеудегі көлік. ВАЗ автокөлігі Приора ғой, универсал. Универсал Приора. Мінекей от алып тұр. Моторында мін жоқ. Тек қана сағаттың дыбысы сияқты. Түсі қара. Салоны таза. Мінекей шанағында ешқандай ұрылған жерлер жоқ. Барлығы дайын, жөндеу жұмыстарын қажет етпейді. Бағасын сұрап көреміз. Бағасы қанша? Бағасы 2 миллион. 2 миллион теңге бағаланып тұр. Саудасы бар ғой? Саудасы бар ғой. Қандай ұрылған ба ДТП көр? Бәрі таза ғой? Бәрі таза дейді. Ұялы телефон айтып жүрсің? 775 714 1096. 1096, е? Осы ұялы телефон хабарласуға болады ағайындар, қырсаңыздар. Приора қара түсті көлік. Жағдай өте керемет. Келесі көлік Opel Astra автокөлігі.
Бұл да универсал дейді. Шаруа көліктерінің бірі, Қазақстан тіркеудегі көлік. Сіз кім? Объемы қандай? Қозғалтқыш күші? 94 жылғы. 1994 жылы шығарылған, иә? Объемы қозғалтқыш күші? 1,8. Басқа жұмыстарын қажет ететін жұмыстар бар ма? Жөндеу? Вложение жоқ. Вложение жоқ, иә? Вложение тек қана сиденьені бір істеу жүру керек. Орындықты істесе болды. Сатып алушы иесіне дайын көліктердің бірі механика. Кондиционер бар ма? Жоқ. Кондиционер жоқ. Гур бар. Гур бар, айырбагы бар екен. Пробег қандай? Пробег бар ғой. Иә, 496 мың пробег. Жалпы бағасы неше деп отырсыз? 1,4 тұрмын ба? 1 миллион 400 мыңға бағаланып тұр, саудасы бар. Қысқан адамдарға бір ұялы телефон айтып өтсеңіз. 8747 8747 551 551 02 02 03. 03 ұялы телефонға хабарласуға болады. Рахмет, саудаңыз болсын. Мінекей жалпы көрінісі дискісі титановый екен. Қазақстандық тіркеуде. Келесі базарға келген, көлік базарына келген Toyota автокөлігі. Мінекей Қазақстандық тіркеуде көлік. Бағасын жасып өткен екен мына жерге. 2012 жылы шығарылған дейді. 50 Toyota автокөлігі 2,5. Қозғалтқыш күші, бағасы 11 миллион теңге бағаланып тұр. Ұялы телефоны қыссаңыздар. 8778 937 54 54. Осы нөмірге хабарлассаңыздар, саудасын келісіп, осы көліктің иесі болуға мүмкіндіктеріңіз бар ағайындар. Мінекей. Келесі ресейлік тіркеудегі көлік. ВАЗ автокөлігі. Қызығып көріп жатыр. Жылы қандай бұл? 11-ші, 2011-де шығарылған. Салоны былғар екен. Кожный салон. Бағасы неше деп отырсыз? 900 деп тұрмын. 900 мың теңгеге бағаланып тұр, саудасы бар. Адамдар көріп жатыр. Ұялы телефон айтып жүрсіз. 707 877 813 86 86. 86 86. Ұялы телефонға хабарласуға болады, қызықсаңыздар. Opel автокөлігі, Қазақстандық тіркеудегі көлік, 95 жылы шығарылған дейді. Кондиционер жоқ екен, сұрадық. Шанағында ұрылған жерлер жоқ. Бағасы 1,5 миллион теңгеге бағаланып тұр. Саудасы бар. Сауданы ұялы телефон арқылы саудаласуға болады. Қалған мәліметтерді қызықсаңыздар, телефоннан сұрайсыздар. Ұялы телефон айтып жүрсіз ба? 8776 353 40 34 ұялы телефоны Opel'дің. Хабарласыңыздар, саудасын жасаңыздар. Nexia автокөлігі ресейлік тіркеудегі. Жылы қандай? 2011. 2011 жылы шығарылған, кондиционер бар ма ішінде? Жоқ, базовый. Базовый, базовый. Шанағында ұрылған жер жоқ, жағдай жақсы екен, көрініп тұр. Газ бензин отын түрі. Неше деп отырсыз? 1,2 миллион 200. 1 миллион 200 мыңға бағаланып тұр дейді. Саудасы бар ғой? Саудасы бар. Ұялы телефон айтып жүрсіз? 702 702 728 728 99 99 94. 94, аяқ жағы. Хабарласыңыздар осы ұялы телефонға. Саудасын жасауға болады. Арзандауы мүмкін. Көтен утилизациялық сбордың бағасының ақшасы салонға да қосылады новый машинаға. Олар да растамашка жасайды, утилизациялық сбор төлейді. Утилизациялық сбордың ақшасы түссе, салондағы машинаның новый машинаның бағасы түсуі мүмкін. Мынау шетелден келіп жатқан российский машинаға, Арменияға кім утилизациялық сбор төлеп жатыр? Ешкім төлеп жатқан. Оларға қатысы жоқ деп ойлаймын, енді өз басым ойым ғой. Жалпы сіздің ойыңыз сырттан келген Армения, Ресей көліктерін
Бағасы түспеуі мүмкін, дегенмен жаңа салондағы көліктер түседі деп жатсыз ғой алдағы уақытта. Мүмкін да, утилизациялық орын бағасы түссе енді есеге. Бірақ енді кеше қауесеттер WhatsApp-тан желілерден көріп жатыр қой. Ойбай, российский машинаны 100 мың теңгеге 120 мың теңге оформить етіп жатыр екен. Барып білдік, бәрі қате екен, өтірік екен. Өтірік ақпараттар ғой, қауесет таратып жатыр. Барып білдік, өзім бардым автосатқа. Мұнда алған екен действительно. Рахмет жауабыңызға, бүгін осы керек. Ассалаумағалейкум. Сатылған машина? Нешеде осы? 750. 750 мың. Түсіріп жүрсем ба? 750 мың теңге. Ресейлік тіркеуде көлік. ВАЗ автокөлігі. Саудасы бар ғой, Саудасы бар дейді. Ұялы телефонды айтып жүрсеңіз? 702 975 975 17. 17. Осы ұялы телефон хабарлассаңыздар болады. Осы көліктің иесі болуға сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар, ағайындар. Бағасы 750 мың теңге, ресейлік тіркеуде, саудасы бар. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Утил сбор алып тастады деп жатыр. Алдағы уақытта көліктер бағасы түсе ма? Сіздің ойыңызды білгім келеді. Алып тастаса түседі ғой, құдай қаласа. Түседі деген үміт бар ғой сізде, иә? Бар ғой. Иә, үміт бар. Рахмет. Міне көрермендер, осымен біздің ауа райының қолайсыздығына байланысты түсіріліміміз де өз соңына келіп жетті. Әрине қысқа түсірілім. Сонымен қатар бүгінгі видеода утил сбор алынды. Алдағы уақытта көлік қымбаттай ма, немесе бағасы түсе ма деген сұрақтарға халықтың да жауабын тыңдап білдік. Сонымен қатар сіздерде видеоның астына пікір алаңына өз пікірлеріңізді қалдыруға болады. Утил сбор алынды, баға алдағы уақытта қандай болады, өз пікіріңізді жазып қалдырыңыздар, ағайындар. Біз осымен өз видеомыздың соңына да келіп жеттік. Бізбен бірге болыңыздар әрқашан. Және біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.